Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма? Амансыздар ма, қазақ елі? Және де мынау менің кішкентай ғана өмірімнің арасында, кішкентай бір уақыт арасында осындай бір сынақ кезеңі өтіп жатыр. Сол сынақтың барысындағы заңсыз әрекеттердің куәсі болсын деп, яғни қашан заң орнына келгенше, бұйрықтар күші жойғанша әлеуметтік желіде сіздер мен біздерге осы әрекеттің барлығына куә боламыз. Бұл жерде менің тарапыма жасалған жалған актілер және де жалған шыққан бұйрықтар енді заң шеңберінде сот арқылы шешуге мәжбүрміз. Олай болмаса, өйткені менде шегінерге ештеңе жоқ. Өйткені қызметтен де, жұмыстан да айырып отыр. Мектеп басшысы, яғни Ордабасы ауданы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы жалпы білім беретін мектептің басшысы, яғни директор Төлтөбай Балжан Алтынбекқызы қол өзінде бар өкілеттікті пайдаланып, енді әркімге өзіне дұрыс қой деп ойлаймын. Мүмкін дұрыс шығар, заң аясында істеген шығар, жасалған актілер және де шығарған бұйрықтар және соның қасында жүрген, мен артық айтсам кешірім сұраймын, жандай шаптар және де білмеймін енді не айтатын бұл кісілерге. Да жалған актіге қол қойғандар енді азаматтар ғой, заң шеңберінде шешіп көреміз. Әркім өзінің жасаған қылығына, әрекетіне жауап беруге тиіс. Енді бұл 2024 жылдың қазан айынан оқушы шенді орынбасар болып 57-ші бұйрық бойынша конкурс болып тағайындалған кезден басталған. Яғни бұл жердегі басты себеп мектеп басшысы Төлтөбай Балжан Алтынбекқызының осы 8 жылдың көлемінде заңсыз жасаған әрекеттерін әшкере етті. Мен оны аудандық Ордабасы аудандық білім бөлімі және Түркістан облысының білім басшылығы барлығы біледі, ол кісілерге барлығы аян. Енді арыз шағым бойынша ол жеке қабылдауында болған бұл кісілердің барлығының тек қана сотпен ғана шешесің деп маған сондай өздері хат та берді. Әңгімелесу барысында сондай бағыт берген. Енді мектеп басшысының тікелей шығарған бұйрықтарын заң шеңберінде сот арқылы шешеміз. Яғни бұл заң арқылы. Енді осы заң дұрыс орындалды ма, елімізде орындала ма, сот қандай шешім шешеді, бірге көреміз. Енді бұл жердегі ең басты мынау дау ғой, енді ол мектеп әкімшілігі оқу директоры мен оқу орынбасары арасындағы даудың аяқ жағы осындай болды. Яғни осындай болатынын білгенбіз. Енді мынандай болғаннан кейін бұл жердегі ең бастысы мектеп директоры Төлтөбай Алтынбекқызы мектепке мансап орталығынан 20-20 бағдарлама бойынша азаматты жұмысқа қабылдайды, бірақ ол жұмысқа келмейді. Осыны мен аудандық білім бөліміне, аудандық прокуратураға жазғым, бірақ қазір таңда полиция істі қараудан бас тартып отыр. Яғни тергеу құрамы жоқ деп, мен оны Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетіне жазғам. Одан ары қарай енді осылардың мен қазір аудандық полицияның жазған хатын, арызын және одан кейін барып мынау олардың берген жауабын осы жерге салып отырамын. Маған жасалған қазір таңда қоңыраулар шалынып, қысым жасаудың басы басталды. Мектепте менің жолдасым жұмыс істейді, оған да қысым жасап жатқан әрекеттері болып жатыр. Енді бұны қазір таңда сот арқылы шешуге әрекет жасаймыз, көреміз тағы да қандай әрекет жасайтын мектеп басшыларына және соның қасында жүрген жаңа өкілдердің не істеп жатқанын әлі де заң алдында шешеміз. Бірге болыңыздар, көрейік, заң шеңберінде шешіп көрейік.